Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін біздер әдемі болып шығатын алмадан жасалған шарлотка пирогын пісіретін боламыз. Ол үшін бізге 4 дана жұмыртқа, 170 грамм қант, тұз, ванильді қант, 1 шай қасық разрыхлитель, 160 грамм ұн, 2 дана алма керек. Алдымен жұмыртқамызды алып, ыдысымызға саламыз. Үстіне қант салып араластырамыз. Енді тұз және ванильді қантты разрыхлительді саламыз. Жақсылап араластырамыз. Содан кейін ұнымызды саламыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Енді видеода көрсетілгендей етіп, алманы әдемілеп турап аламыз. Содан кейін пирогымыздың қамырын қоятын ыдысымыздың үстіне пергамент қағазын жаямыз. Ыдысымыздың қабырғаларына сары май жағамыз. Енді үстіне пирогымыздың қамырын құямыз. Қамырдың үстіне әдемілеп алманы орналастырамыз. Содан кейін 180 градуста қызып тұрған духовкаға саламыз. Ашық қоңыр түске айналғанша пісіреміз. Менің духовкамда 1 сағатта пісті. Пирогымыз піскесін, үстіне сахарная пудра себеміз. Міне, алма қосылған әдемі шарлотка пирогымыз дайын болды. Ас болсын. Достар, егер де менің каналым сіздерге қызық болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.